Сәлем, менің құрметті оқырмандарым, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін мен сіздерге осындай жилетка тоқығам. Сол жилеткіге капюшон тоқыдым. Капюшонды жаңағы тоқып болдым, соңында біріктіріп жатырмын. Екі спицті бірдей қылып екі жағынан қалай біріктіреміз, соны көрсететін боламын. Бұны инемен тіксе де болады, бірақ маған инемен тіккен ұнамады. Сондықтан үшінші спицтің көмегімен қалай тоқимыз. Менде шахматный узор, шахматный. Және ешқандай ютубтан еш жерден қарамадым. Өзім оймен осылай тоқысам болады деп маған қатты ұнады, сондықтан сіздермен бөлісейін деп жатырмын. Бірінші петельдерімізді бірдей қылып екі спицке бөліп аламыз. Менде қосымша номер 4 спиц. Бірінші спицтағы петельді шешіп аламыз. Екінші спицтағы петельді бірінші спицқа екеуін қатар өткізу арқылы артқы бөлігінен оң бағытта тоқимыз. Менде осындай екі петля пайда болды. Екі петляны артқы спицқа өткізіп, артқы бөлігінен оң бағытта тоқитын боламыз. Қайталап көрсетемін. Міне бірінші спицтағы петельді шешіп аламыз. Екінші спицтағыны екеуін біріктіріп оң бағытта тоқитын боламыз. Екі петля, менде екі петля артқы спицқа өткізіп, тоже артқы бөлігінен оң бағытта тоқимыз. Қарапайым, ешқандай қиындығы жоқ. Өзіме қатты ұнады. Ұнаса лайк басып комментарий жазсаңыздар.